Бұрын аталарымыздың заманында шынында да жаушылық замандар болғанда, кәдімгі атпен соғысқан заманда. Батырларды алдыртып отыратын болған ғой. Содан бір жігіт, батыр жігіттің анасы қайтыс болып, тура жерлеп жатқан кезінде жаушылар келіп айтады ғой, сізді шақыртып жатыр, елге жау шапты деп. Сонда ана жігіт айтады, анамды жерлеп, бір уыс топырағымды салайын, кішкене күтіңдерші дейді. Содан қасындағы досын айтады, бауырым, менің үйде мынау дулыға дейді, басқа кетін, сауыт сайман, темір. Со темір сауыт сайманды алып кеш дейді. Қасындағы досы сұрап жатыр, сен бұрын соғысқан кезде бұндай сауыт сайман кимеуші едің ғой. Енді не болды деген кезінде, қараңызшы не дейді ағайындар. Ол кезде менің үйде дұғагөй анам бар еді дейді. Мен үшін анам дұға қылып отыратын дейді. Енді ол кісі кетті, енді кием дейді да. Ағайындар, қазақ не дейді? Бала көкпар шапса, әке үйде отырып тақымын қысады деген. Сол біздің осындай жағдайға жетіп, жетісіп та қазір, ойнап көліп, осындай дәрежеге жетіп жүргеніміздің бәрі, сол әке шешелеріміздің үйде отырып, біз үшін жасап жатқан дұғаларынан ағайындар. Сол дұға көйлеріміз бар кезде ағайындар, біз осылай бақытты жүрміз. Бір ұлы кісінің айтқаны бар, анасы қайтыс болған кезінде өкіріп жылап тұрып айтады, жәннаттың бір есігі жабылды мен үшін деген. Сол аналарымызға, әкелерімізге қызмет қылайық, қадірін білейік.